Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет үй жағдайында нанның рецептімен бөлісемін. Бұл нанның басқа рецепттерден ерекшелігі өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қараңыздар, осындай көтеріліп әдем болып шығады. Яғни бір апта ұстасаңыздар да, 2 апта ұстасаңыздар да бұл нан ешқандай қатып қалмайды. Пакеттен шығып қалып қойса да қатып қалмайды. Дәл осындай өз формасын ұстап тұрады. Сол үшін осы рецептпен бір дайындап көрсеңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Әсіресе бұны дәмін айтсаңыздар, қандай керемет тәтті булочка секілді болып, керемет шаймен, азанғы шайға өте керемет таптырмас нанның рецепті. Ал рецепті бастамас бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм жылы сүт құямыз. Сосын 110 грамм ертілген сары май. Кез келген сары май бола береді. 300 грамм жылы су құямыз. Сосын бір үлкен ас қасықта тұз саламыз. 1 шай қасық шекер саламыз. 1,5 шай қасық осындай дрожж саламыз. Яғни ашытқы. Енді осыны жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Дәл осы рецепті сіздер 2-3 есеге көбейтіп, көбірек нан жасасаңыздар болады. Менде осы рецептпен 5 штук нан шықты. Аз-аз мөлшерде ұн қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ең маңыздысы бұл жерде қамырында. Яғни қамырды қатты қылып илеп қоймаңыздар. Қазір мен илеп болған соң сіздерге көрсетемін ең соңында. Описанияға мен қанша мөлшерде салдым, барлығын жазып қалдырамын. Мінекей қамырдың қаттылығы осындай болу керек. Қолға кішкене жабысып тұр, байқасаңыздар. Қатты жабыспайды, бірақ осындай жабысып тұрады. Енді осыны бетін жауып 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Негізі 1 сағаттан артық қалдырмаңыздар, 1 сағат өзі жеткілікті. Осындай 1 сағаттың ішінде осындай көтеріліп шықты, әдемі болып. Егер одан көптеу 2-3 сағат қалып қойса, нанымыз қатты ашып кетсе, ұқсамай қалуы мүмкін. Сол үшін 1 сағаттың өзі жеткілікті, ары кетсе 1,5 сағат. Енді осыны мен 5 бөлікке бөліп алдым. 5 штук нан шықты, дәл осындай. Осылай бөліп әдемілеп дөңгелетіп алған соң, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Бұл өте маңызды. Нанымыз тағы да кішкене демін алып көтерілуі қажет. Міне 15 минуттан кейін қараңыздар. Осындай кішкене көтеріліп әдем болып тынып тұрды. Енді осыны өзіміз пісіретін листімізге алып жайып аламыз. Осындай тек қана ортасынан шетіне қарай жайыңыздар. Сол кезде әдемі болып шығады. Шетін баспаңыздар. Неке жайып болдық. Енді бір жұмыртқаны араластырып жібереміз, ағы мен сарысын. Сосын нанның бетіне жағып шығамыз. Өздеріңіз жақсы көрген, қалаған нанның бетіне күнжет жақсаңыздар болады. Мен қара тимин қолдандым. Бұның пайдасы өте керемет. Тағы да қосымша мәлімет көріп алсаңыздар болады, қара тиминнің пайдасын. Осылай нанға қолдансаңыздар, витамин болды. Қараңыздар, осындай болады. Осының ағы да бар. Ағы мен қарасын араластырып қоссаңыздар, өте әдемі болып шығады нанымыз. Мен тек қана қарасы бар екен, үйде қарасын қолдандым. Енді осыны 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей нандарымыз дайын. Осындай әдемі болып көтеріліп пісіп шықты, қараңыздар. Асты осындай бір келкі болып пісіп шықты. Осындай жұмсақтықта. Мен бағана видеоның басында да көрсетіп кеттім. Тағы да көрсетіп өтейін. Әсіресе бұның дәмі деген осы рецептпен жасап көрсеңіздер өте дәмді. Мінекей булочка секілді осындай жұмсақ, тоқаш секілді рахаттанып жейтін нан. Ас болсын,
егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге рецепт ұнаған болса, өз пікірлеріңізді жазыңыздар.